Әкем дінге қатты берілген кісі. Біз де шариғатпен тәрбиеледі. Ненің дұрыс, ненің бұрыстығын ашық төтесінен айтып отыра беретін. Ер жете бастаған шағымызда ертең үйленесіңдер. Сол кезде тура жолдан тайдырғысы келетіндер шығады. Арақ, ақша, атақ, сосын әйелмен сынайды. Осыдан таза шықсаңдар, онда шешелерің екеуміз сияқты бақытты болып отырасыңдар деп айтатын. Сол себепті әйеліңнен өзге біреуге некесіз жақындау, біреумен көңіл жарастыру үлкен күнә болып саналатын. Өткенде Таразға Астанадағы курстас досым, жанындағы әріптесім іссапарға келген. Көптен көрмегесін үйге шақырып қонақ еттім. Сонымен болды ғой десем, ертегіне қыдырмадық па? Қалаңда аралатсаңшы, бильярд ойнайық деп звондап тұр. Жұмыстан кейін бильярдқа бардық. Бірақ аяқ асты досым мені әріптесім саунаға барайық деп шыға келді. Арам ойы жоқ. Мен бармаймын деп қашып кетуге ұят. Сенің қалаңа қонақ боп келіп тұр ғой. Алдыма салып тәуелеу деген саунаға ертіп бардым. Буымыз бұрқырап, салқын сыраны сіміріп біраз жүрдік. Мочалка қайда, заказ беріп едің деп курстасым қутыңдайды. Мочалка бар ғой деп аңқау басым, кір езетін қатты затты көрсетіппін. Сөйтсем саунаға келіп қызмет көрсететін қыздарды мочалка дейді екен ғой. Ой, сенде бір советский тежегіш екенсің ғой деп курстасым қолын бір сілтеді. Сол-ақ екен, әріптесі біреуге звондады да әп-сәтте бұл мәселені шеше салды. Бір уақытта бірінен бірі өткен сылаңдаған үш қыз кіріп келсін. Ей жоқ, мынаның біреуі артық, өздерің көре беріңдер деп шығып бара жатыр ем, курстасым намысыма тиіп сөйлеп тастады. Менің ойланып тұрғанымды байқады ма, бір қызды қолыма ұстатты да демалатын бөлмеге итеріп кіргізіп жіберді. Сыра мен саунаның буы қойсын ба, әлгі қыздың ырқына көне бердім. Бірақ сол күннен бастап әйелімнің бетіне қарай алмай, біраз күн қипақтап жүрдім. Ол да бірдеңе сезген сияқты, тамақ ішіп отырсақ бетіме тесіліп ұзақ қарайды. Қысқасы, ұрлық жасап қойған адамдай қарап жерге түстім. Арада 2 аптадай өткен. Төсекте жатқан әйел меркелеп отырып, сен маған үйленгелі кері көзіме шөп салып көрдің бе? Тым құрығада сондай ой болды ма деп сұрасын. Ана жерде сытылып кетудің ретін таппадым. Өткенде сондай болып қалды, сол күннен бері сені ұялып жерге кіретін тесік таппай жүрмін деп айтып бердім. Айтуын айтып алып, әйелім ашуланып кетіп қалса қатем деп ойлап үлгердім. Бірақ ол үндемей тыңдады да, ауру жұқтырып келмегеніңе шүкір. Енді осындайыңды естейін, білетін болсам ажырасып кетем. Бір жолға кешірейін деп қысқа қайырды. Сол уақытта әйелімнің ашуланбағанына риза болғам. Ал қазір неге ұрсып ажырасып кетем де қорқытады деп өкінем. Себебі әйелімнің үндемей мені жазаламай-ақ қоя салғаны мені одан сайын ескертіп жіберген сияқты. 2-3 күн айдан кейін жұмысқа жаңаға бір қыз кірді. Қас қиылған бастық, оны да дәл біздің бөлмеге отырғызған. Топырлаған еркектің арасынан топ ете қалған қызға бәрі қырындап, арасында әзілдесіп жүретін. Сіздерге көпе демдеп берейін деп алдымызда бұлғаңдаған еркек біткеннің аузы суы құритын. Бірақ сол қыздан қас қылған маған көзі түсті ғой. Шәй әкеп білмегенін сұрап жүріп әңгімеміз жарасып кетті. Ақырында көңілдесіме айналды. Мен еркекмін ғой деп, анда-санда бір көріп тұрғанға не бар деп өзімді ақтап алам. Жігіттер, жас кезіңде ойната күл деген терминге менің уәжімде түп салғандай. Осы күні әйелімнен гөрі әріптесімнің құшағы ыстық, сөзі шырын болып бара жатыр. Қашанға дейін жалғастыратын?